Ассаламуалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып жалпы жаңа жыл туралы айтайын деген. Бүгін қазір бәрі ажиотаж болып отыр, Алматының өзінде быт-шыт болып отыр қазір. Бір қызық айтайын мен сіздерге. Мен жақында Балқашқа барып келдім ғой, сонда бір бауырымыз намазхан кісі, әйелді орамалда, Аллаға шүкір, бала шағасы да намазда. Соны мысалы мен өз басым балаларымды жаңа жылға қатыстырмаймын. Балаларым еш уақытта жаңа жыл күтпейді. Біз тек қана екі-ақ мейрамды күтеміз. Ораза айт пен құрбан айт. Балаларым да соны күтеді. Сыйлығын да сол жерде, сол кезде берем. Сіздердің көп деген бала шағалар бар ғой, алхамдулилля. Көбісі жаңа жылды күтеді ғой. Мен өз балаларым тек қана құрбан айт пен ораза айтты күтеді. Өйткені мен сол кезде бүкіл жағдайды жасаймын балаларыма. Сіздерді соған шақырам. Одан кейін мен айтайын дегенім, сол Балқашта болған оқиға мынандай болғанда, мұғалім бағанағы досымның баласына бүйтіп айтты. Ол бір 11-12-дегі бала. Соған бүйтіп айтқан: сен бар да міне мына тақпақты жатта, одан кейін шошқа болып киініп кел дейді. Субханалла, Алла сақтасын, біліп тұр негізі, әдейі дейді. Енді айтып отыр ғой, намаз оқитын біледі ол семьяның, жаңа жылға қарсы екенін біліп тұр, мәжбүрлеп сен үшін жай бір қоян ки тағы да басқа емес, именно шошқаның киімін киіп кел деп сөйтіп кекетіп айтқанда, бұл не қылған, бұл не сорақылық деймін да. Неге тиісесіздер? Дінге хотя бы тиіспеңіздерші, адамға тиіссеңіз, дінге тиіспеңіздерші, айналайындар. Ислам діні бәріміз мұсылман емеспіз бе? Бұларыңыз не? Мен өз басым балаларыма тіпті даже салютты да көрсетпеймін. Салют көрсетпеймін, өйткені харам. Мен сіздерге айтайын, мұсылман адам. Біз мұсылманбыз ғой. Мұсылман адам Қағбаны тауаф ету керек, айналып, шыршаны емес. Мұсылман адам зәмзәмді көтеріп, дұға, тілек жасау керек, арақ пен шарапты емес. Мұсылман адам әуелі Алладан тілеу керек. Алладан. Новый годта, жаңа жылда сіздердің аяз аталарыңнан емес. Бұл ширк, айналайындар, ертең тозаққа түсіп кетеміз. Андағындай түрлеріңізбен. Қашанғы мына миды кішкене жұмыс істету керек қой адам деген. Бұл христианның да мейрамы емес. Христиандардікі емес, бұл языческий, былай айтқанда пұтқа табынушы, отқа табынушылардың бұл мейрамы. Нағыз христиандар, староверлер деймі, нағыз христиандардың өздері бұл жаңа жылды тойламайды. Біз қазақ қайда бара жатырмыз? Не істеп жатырмыз біз? Хотя бы мектептегі балаларға тиіспеңіздер, Құдай үшін. Менің балаларым мектепке де, жай мектепке барады, қарапайым. Жай балабақшаға барады. Соның өзінде менің балаларым сол жерде жаңа жылға қатыспайды. Ақша жинатқызады, мен ақша да бермеймін оларға. Не десе оны десін, маған бәрібір. Мен ақыретімді ойлаймын. Мен бала шағамның жағдайын ойлаймын. Мен бала шағамды бағанағы языческий праздниктарға барғызбаймын мен. Соны айтайын дегенім, өздеріңіз тойлай беріңіздер, бірақ біздің бала шағамызға тиіспеңіздер, Құдай үшін. Соны сұранам. Ассаламу алейкум.